шамам барда, дүние үшін ойлаған амал қайда. Айтайым бірін күннің нақыл сөзіні қайырды, азда болса көрген пайдай. Дүние өтер бәйге аттай шауып, шөп шығар тақыр жерге жаңбыр жауып. Бір адам жолаушы болып келе жатып, бір сандық жалтыраған алды тауы. Қуанды алтын ғой деп көрген заман, ұмтылды алайын деп соған таман. Жалтырап жатқаннан соң қолын алды, жоқ жерден кез болдың ғой қайдан мағын. Сандықтың ала салып аузын ашты, сап-сары көрді ішінен асыл тасты. Көп олжап болды ғой деп енді маған, шаттанып өзін өзі судай тасты. Қуанып ол сандыққа салды қолды, қолына алып еді жылан болдай. Бір пәстей өсіп кетті айдаһар боп, таппады құтылуға қашар жолды. Жылан айтты, сен қайдан душарластың, жай жатқан сандық едім, аузымды аштым. Тірлікте мені қолдап қолың алдың, құйрығын жатқан жылан өзің бастың. Беріпті сені Құдай маңдайыма, бір күттің болғаннан соң таңдайына. Менен құтылам деп ойласаңыз, сыйғызып бұрынғыдай сал жайыма. Бекітіп бұрынғыдай аузымды жап, кетемін өсе берсем менде күпә. Енді сені жұтудан басқа амалым жоқ, қанекей болысатын кісіңді тағып. Қайралып 30 тісі шықыр-шықыр, қараса көрінбейді таудай кісі. Әлсіреп адам тұрғанында, көрінді көз ұшында 30 кісі. Мен жайым бастан аяқ көрді байқап, айдаһар жолатпайды бәрін жайпап. Олар да көп тұра алмай кете берді, болмас дегендей басын шайқау. Келеді қалай жұтсам саған шамам, бастырам аяғыңды жалғыз қадам. Айдаһар ақырып тұрғанында, көрінді көз ұшында 1-5 адам. Жалынып оларға да жылап бақты, зар тұтып басындағы мұңын шақты. Бір лаж бұған айла табыңдар деп, қарасып бір-біріне иек қақты. Бір айтты, бұл айдаһар емес күші, жиналса бүтін дүние келмес күші. Бесеуміз бұған айлайын не табамыз, біз түгіл тұққылмапта 30 кісі. Келмейді біздің лаж қолымыздан, атпен берсек алмайды тонымызды. Олар да көп тұра алмай кете берді, енді қалмайық деп жолымыздан. Айдаһар ақырумен жақын келді, өлерін анық жаяу енді білді. Кеттім ғой су түбіне деп тұрғанда, селт етіп бір жартадан шыға келді. Басына бір қиын іс түскен шағы, тынбай тұр зарлауменен тілмен жағай. Талғармалы суға кетті дегендей ақ жалынды жанайласы мұғандағым. Жарты адам ыңғайланып тұра қалды, сөзіне мұның айтқан құлақ салғын. Айдаһар айтқанының бәрі өтірік, нанбаймын мен орынсыз сөзге жалған. Сапқа қарасаңша есің жиып, өтіріктен жасаба бұршақ киіп. Көрінген мынау үлкен денеңменен, жатасың сен сандықтау қалай сиен. Долданып айдаһарды ашу қысты, жалын боп түтін болып аспан құшты. Түтіні жалын болып көзге түсті, сандыққа қайта айналып шоқ боп түсті. Ойда жоқ жерден ақыл тауып, сандыққа айдаһарды сөйтіп сапты. Айтқаныңның бәрі рас екен деп, сандықтың тарс еткізіп аузын жапты. Құтылдың
жылан дейді қалес аман, бұл сөзді мал күнеді сондай жаман. Маңына енді қайтып жолай көрме, қарасын көрген кезде анадайдан. Жүрегім менің қорқып дүрсілдейді, сен неткен тай салмайтын ерсің дейді. Керемет періштенің бірімізсің, жөніңді айт жартау адам кісім дейді. Ақымақсың, ақылың жоқ сенің өзің, осыған жетпей тұрмау әлі көзің. Не дейсің бұлайда қарданең емес, аузыңнан абайсызда шыққан сөзің. Жамандық әр кезде де тілден туар, әркімде ақыл болса тілім буар. Аузыңнан жаман сөзді сен шығарсаң, артыңнан айдаһар боп сені қуар. Оразам 30 күнгі 30 кісің, 5 кісің 5 намазың білемісің. Жоқ қылып жамандықты жойылтуға, бұлармен дәнеңеге келмес күшім. Қысылды мен болмасам шыбын жаным, бір мәнің құрып еді құрып әлім. Танып қой, танымасаң мен боламын, дүниеде қайыр берген